Сәлем достар! Бүгінгі ағылшын тілін оңай және тез үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетініміз past simple, яғни өткен шақ. Өткен шақ дегеніміз бұл past simple tense, яғни өткен шақтағы өтіп кеткен іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, I finished my homework. Мен үй жұмысын аяқтап қойдым. I finished my homework. Яғни тыңдаушыға алдымен айтпас бұрын өз үй жұмысын аяқтап болғанын жеткізіп жатыр. Яғни алдын ала үй жұмысын мен бітіріп қойдым. Finished my homework. Бұл жерде байқасаңыздар, finish деген бастапқы етістікке ed жалғауы жалғанып, өткен шақта сөйлем құрап тұр. Ал енді ағылшын тілінде етістіктерді өткен шақта жазу үшін негізгі етістікке ed жалғауы жалғанады. Мысалы, play, played, ойын, ойнадым. Watch, watched, көру, көрдім. Work, worked, жұмыс істедім. Яғни ed жалғану арқылы біз жай етістіктен өткен шақтағы етістіктерді жасап шықтық. Ал енді етістік и әріпімен аяқталса, соңына d жалғауы жалғанады. Ол қандай етістіктер? Compare, compared, салыстыру, салыстырдым. Arrive, arrived, келу, келдім. Dance, danced, билеу, биледім. И әріпімен аяқталып тұрғандықтан біз тек қана d жалғауын қостық. Сөйтіп, өткен шақтағы етістіктерді жасап шықтық. Ал енді етістіктерді өткен шақта жазу үшін негізгі етістіктің түбірден өзгеріп жасалатын етістіктер де бар екен. Өткен сабақта айтып кеттік, біз дұрыс етістіктер бар ағылшын тілінде және бұрыс етістіктер бар деп. Дұрыс етістік деп отырғанымыз ол түбірі өзгермейтін етістіктер, яғни play, played, ed жалғауымен жасалатын етістік, watch, watched, work, worked. Ал енді бұрыс етістіктеріміз түбірі өзгеретін етістіктер, яғни go, мүлдем түбірі өзгеріп, өткен шақта went деген етістік жасап кетеді. Write, wrote, жазу, жаздым. Think, thought, ойлау, ойладым. Яғни бұл бұрыс етістіктер, түбірі мүлдем өзгеріп кететін етістіктер. Ал енді ағылшын тілі сөйлемдерінде өткен шақты білдіру үшін уақыт істеулері қолданылады. Ол қандай істеулер? Yesterday, кеше. The day before yesterday, алдыңғы күні. Last week, last month, last year, last century. Өткен аптада, өткен айда, өткен жылы, өткен ғасырда. 5 minutes ago, 5 минут бұрын. 2 weeks ago, 2 апта бұрын. 3 months ago, 3 ай бұрын. 7 years ago, 7 жыл бұрын. Яғни көп уақытта өтіп кеткен іс-әрекетті осы past simple арқылы береді екенбіз. Ал енді past simple, яғни өткен шағымыз біздің қалай жасалады? Яғни ол subject plus past form of the verb, яғни етістіктің өткен шақтағы формасымен қосылып жасалынады екен. Ал енді мысалдарға қарайық. Енді жай сөйлемді, болымды форманы қалай жасаймыз? I played football yesterday. Жаңа формулада көрсеткендей, бастауыш subject және негізгі етістіктің өткен шақтағы дұрыс формасы бұл жерде play, played. Яғни жай ғана ed жалғауын қосып, біз өткен шаққа сөйлемді аударып жібердік, айналдырып жібердік. I played football yesterday. Мен кеше футбол ойнадым. I played football yesterday. You started lesson last week. Сен өткен аптада сабақты бастадың. She watched TV last night. Ол өткен түнде теледидар көрді. We went to Astana 2 months ago. Біз Астанаға 2 ай бұрын бардық. Яғни бұл жерде бастауыш we және бастапқы формасы go-дің, бұрыс етістіктің өткен шақтағы формасы went-ті қосып, өткен шақта сөйлем құрап шықты. Ал енді біз осы сөйлемдердің сұраулы формасын жасауды қарастырайық. Сұраулы форма жасау үшін біз do деген осы шақтағы көмекші етістіктің did деген өткен шақтағы формуласын көмекке аламыз. Яғни бізге көмекке did келеді. Didті бастауыштың алдына қою арқылы біз сұраулы сөйлемдер жасай аламыз. Мысалы, Did I play football? Yes, you did.
яғни did бастауыштың алдына шығып кетті. Ал енді бұл жерде сіздердің көңіл аударатындарыңыз негізгі бастапқы етістіктегі ed жалғауы түсіп қалады да, өзінің бастапқы формасымен осы сөйлемде қолданылады. Өйткені did деген көмекші етістігіміз өткен шақта тұр. Келесі. Did you start lesson? Сен сабақты бастадың ба? Yes, I did. Яғни did бастауыштың алдында тұр. Және start бізде ed жалғауынсыз бастапқы формада тұр. Did she or did he watch TV? Yes, he did. Yes, she did. Яғни did бастауыштың алдында және watch бастапқы формасымен тұр. Did we go to Astana? Yes, we did. Яғни did, we деген бастауыштың алдында тұр, ал go бастапқы формасымен go етістігі бастапқы формасында тұр. Яғни біз тек осы сұраулы формада did деген көмекші етістікті қоямыз, бастауышты қоямыз, содан кейін барып етістіктің бастапқы формасын қолданады екенбіз. Ал енді болымсыз формасын қалай жасаймыз біз? Ол үшін did деген көмекші етістігімізге болымсыз форманың not деген бөлшегін қосамыз. Сонда бізде did not деген форма шыға келеді екен. Ал қысқаша айтсақ didn't. Ал енді сөйлемді қолданып көрейік. I didn't play football yesterday. Мен кеше футбол ойнамадым. I didn't play football yesterday. Яғни бастауыш didn't. Болымсыз форманың көмекші етістігі және play. Ал енді етістікке қарасаңыздар, бұл жерде де play ed жалғауынсыз тек қана өзі бастапқы формасы тұр. You didn't start lesson last week. You didn't start lesson last week. Яғни сен өткен аптада сабақты бастаған жоқсың. Сен өткен аптада оқуды бастаған жоқсың. Didn't start. Start өзінің бастапқы формасында тұр. She didn't watch TV last night. She didn't watch TV last night. Ол өткен түнде теледидар көрген жоқ. Didn't watch. Байқасаңыздар, didn't болымсыз формадан кейін watch өзінің бастапқы формасында тұр. We didn't go to Astana 2 months ago. We didn't go to Astana 2 months ago. Біз Астанаға 2 ай бұрын барған жоқпыз. Яғни didn't деген өткен шақтағы көмекші етістік тұрғандықтан біз go-дің өзінің бастапқы формасын беріп тұрмыз. Ал енді байқасаңыздар тағы да бұл жерде уақыт үстеулері last week, last night, 2 months ago, yesterday уақыт үстеулері қолданып тұр. Осы үстеулер арқылы біз сөйлемнің өткен шақта тұрғанын бірден оңай және тез анықтап алады екенбіз. Ал енді сіздерге біраз уақыт беріп, осы өткен past simple, яғни өткен шағымызды пысықтап алу үшін мына бір қазақша сөйлемді берейін. Сіздер тезірек ағылшын тіліне аударып беруге тырысыңыздар. Ал жақсы аударып болсаңыздар тексерейік. You gave money the day before yesterday. You gave money the day before yesterday. Ал енді бұл жерде бастапқы етістік емес, етістіктің, бұрыс етістіктің екінші формасы, яғни өткен шақтағы формасы қолданылып тұр. Ал енді осы сөйлемнің сұраулы және болымсыз формасын жасап көріңіздер. Ал мен сіздерге кішкене уақыт беріп күте тұрайын. Жақсы, енді болымсыз формасын өздеріңіз білесіздер. Didn't деген көмекші етістік арқылы біз сөйлем құраймыз. Ал didn't деген болымсыз формадан кейін gave'тің өзінің бастапқы формасы give'ті қоямыз. Оны ұмытпаймыз. Ал енді сұраулы сөйлем. Did you give money? Did you give money? Сендер ақша бердіңдер ме? Яғни сұраулы сөйлемде біз did деген көмекші етістікті бастауыштың алдына қойып, және етістігімізді өзінің бастапқы формасында қояды екенбіз. Ал енді бүгінгі сабақта біз сіздермен не үйрендік? Соны бір қарастырып өтейік.
Бүгін біз past simple, яғни өткен шақты қарастырдық. Өткен шақ дегеніміз бұл өткен шақтағы өтіп кеткен іс-әрекетті білдіретінін білдік. Тағы да өткен шақтағы дұрыс етістіктерінің, бұрыс етістіктерінің бар екенін білдік. Дұрыс етістіктер дегеніміз түбірі өзгермейтін мүлде иди жалғаумен жалғанатын етістіктер болса, бұрыс етістіктер толық түбірімен өзгеріп кететін, өзінің жеке формасы бар екенін білдік. Және бұл бұрыс етістіктердің жасалуының ешқандай ережесі жоқ. Олардың ағылшын тілінде өзінің белгілі кестесі бар. Сол кестені жаттап алсаңыздар, өте тамаша болады. Келесі уақыт үстеулерінің бар екенін білдік. Уақыт үстеулері бізге сөйлемнің қай шақта тұрғанын бірден анықтауға көмектеседі. Және past simple, яғни өткен шағымыздың қалай жасалатынын қарастырдық. Яғни subject plus past form of the verb, яғни бастауыш пен етістіктің өткен шақтағы формасын қосып, біз өткен шақта керемет әдемі сөйлемдер құрастыра аламыз. Ал енді сұраулы сөйлемді did деген көмекші етістік арқылы жасасақ, болымсыз сөйлемді did және not деген болымсыз форманың бөлшегін қосып did not, яғни қысқаша didn't деген көмекші етістік арқылы жасайтынымызды қарастырдық. Ал енді мен сіздерге сәттілік тілеймін.